Дінмұхамед Қонаев, жұмысшыдан Кеңестік Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысына дейін. Аға буын өкілдерінен жиі естимін. Кеңес жылдарында бекер ұрысып, Брежневтік кезеңді бекерге тоқырау деп атады. Жақсы өмір сүрді дейді. Бүгін мен Брежнев дәуіріндегі КСРО-ның көрнекті саяси қайраткерлерінің бірі Дінмұхамед Қонаев туралы айтқым келеді. Қазақ КСР ЦК Компартиясының болашақ бірінші хатшысы 1912 жылы 12 қаңтарда Верный қаласында малшы отбасында дүниеге келген. Осы жерде ол нөмірі 4-ші 9 жылдық мектепті бітірді. Дінмұхамед Қонаевтың өзі сол кезді былайша еске алды. Одан кейін Сталиннен Горбачевқа дейін деген кітаптан алынған үзінділер. Ұстаздардың жанкештілігі бізді ағыспен тесіп өтіп, біздер жастар білімге үлкен құштарлықпен тартылатынбыз. Әттең, мен өздік оқушы емеспін, бірақ мен қиын ғылымдарды үлкен ықыласпен түсінетінмін. Қыздармен бірге оқыдық. Мектептегі әдеп ғұрып әрине қазіргілерге қарағанда қатал болды. Бірге тұрдық, бір-бірімізге барлық жағынан көмектестік. Ол кезде мектебімізде оқудың бригадалық әдісі қолданылды. Ол білімдері жақсы оқушылар артта қалғандарды жүйріктеп алады. Әдетте мұндай көмек жақсы нәтиже беретін. Бір қызығы, мен тау-кен инженері болуды мектеп жылдарында шештім. Ол кезде қазақтар үшін ең сирек кәсіп болатын. Түрксіб құрылысының белсенді бастамшылары мен қатысушылардың бірі болған. 1906 жылы Санкт-Петербург теміржол инженерлері институтын бітірген қазақтың тұңғыш ірі инженері Мұхамеджан Тынышбаевтың бейнесі мені шабыттандырды. 1929 жылы жас Қонаев институтқа дайындалу үшін кешкі курстарға барады. Сол жылдан бастап 1931 жылдың шілдесіне дейін ол курстарын КССР-ның кейінірек Қазақ КСР халық комиссарлары кеңесі жанындағы мемлекеттік жоспарлау комиссиясының уәкілетті өкілінің жұмысымен біріктірді. 1931 жылы шілдеде Дінмұхамед Мәскеуге барады. Мәскеу тау-кен академиясының негізінде бір жыл бұрын құрылған Мәскеу түсті металдар және алтын институтының тау-кен факультетіне оқуға түседі. 5 жылдан кейін Қонаев университетті бітіріп, тау-кен инженері біліктілігін алып, Конрад Балқаш құрылыс алаңына кетті. Мен бұл салаға жаңадан келген жоқ. Мен Конрад пен оның адамдарын осында 5 айлық тәжірибеден өткенде білдім. Мен ол кезде жаңадан құрылған шығыс индустриясының бригадирі болып жұмыс істедім дейді. Жылына 90 мың тонна қарамыс өндіруге арналған Конрад карьерінің қуаттылығын анықтау тақырыбындағы диссертацияға жұмыс жасап материал жинақтады. Диплом өте жақсы деген бағамен қорғалды. Менің алғашқы қадамдарым Қазақстандағы түсті металлургияның дамуымен байланысты болды. Ал мен орталық Қазақстанда қуатты мыс өнеркәсібінің, одан кейін Рудный Алтайда қорғасын мырыш өнеркәсібінің пайда болуына қатысушылардың бірі екенімді осы күнге дейін мақтан тұтамын. Балқаштың солтүстік жағалауында мыс балқыту зауытын салу процесі үлкен қиындықпен өткенін айта кеткен жөн. Елді мекендерден айтарлықтай шалғай орналасқандықтан азық-түлік пен дәрі-дәрмектің үнемі тапшылығы болды. Климаттық жағдайлар да көңіл көншітпеді. Жазда жылы +45-ке дейін, ал қыста -45-ке дейін салқын. Қалыпты тұрғын үйдің болмауы да әсер етті. Адамдар блиндаждарда, киіз үйлерде казармаларда тұрды. Осындай жағдайда 1936 жылдың жазында Қонаевтың еңбек жолы басталды. Қарапайым машинист болып бастаған Дінмұхамед келесі жылдың сәуіріне қарай қорғалау жару цехының бастығы болып тағайындалды. Бұл қызметте 1 жылдан астам жұмыс істеген Қонаев 26 жасында Конрад шахтасының бас инженері, содан кейін оның директорының міндетін атқарушы болады. Бұл қызметте ол 1939 жылдың қыркүйек айына дейін кеніште жұмыс істеді. 1939 жылдың қазан айында Қонаев Алтай полиметалл комбинатына бас инженердің орынбасары ретінде тағайындалып, әйелімен бірге Өскеменге аттанады. Бірақ белсенді Димаш қағаз басылықты ұнатпай, сол жылдың желтоқсан айында Риддер кенішінің директоры болып тағайындалды. Бұл кезде Риддер полиметалл комбинатының қайта құру жүргізіліп жатты. Ол 1940 жылы сәтті аяқталды. Риддер бұрын 41 жылы сәуірде Лениногорск атауы өзгертілді. Тау-кен басқармасы шахталарға, өңдеу комбинаттарына және басқа да салаларға бағынды. КСРО түсті металлургия халық комиссарының бұйрығымен жаңа жыл қарсаңында 28 жастағы Қонаев Риддер кен басқармасына директор болып тағайындалды. Осы қызметте ол ұлы отан соғысының тұтқынында болды. Сол күні 22 маусымда мен Сокольный шахтасында болдым. Үйге оралғанымда дәл босағада үрейленіп қалған әйелім Молотовтың радиодан жаңа ғана сөйлегенін айтты. Германиямен соғыс басталды. Бір сөзге келмей 20-30 минуттай партия, кеңес, шаруашылық органдарының барлық басшылары партияның қалалық комитетіне келіп,
қандай шаралар қолдану керектігі жөнінде тапсырмалар алды. Жұмыс митингілерден басталды. Олар барлық дүкендерге орын алды. Қабылданған шешімдерде қарақшылық шабуылға жауап ретінде біз Лениногор қаласының кеншілері мен металлургтері барынша еңбек өнімділігімен жұмыс істейміз. Отанды қорғауға бар күш-жігерімізді саламыз деп көрсетілген. Партияның халық комитеті ол кезде бірінші хатшы Кудрявцев кәсіпорындардың жұмысын соғыс жағдайында қайта құру жөніндегі ұйымдастыру жұмыстарына жетекшілік етті. Маусым айының соңғы 10 күндігінің жұмысының қорытындысы лениногорлықтарының еңбекшілерінің неге қабілетті екенін көрсетті. Қорғасын мен мырыш өндірудің жарты жылдық жоспары мерзімінен бұрын орындалды. Соғыстың алғашқы жылдарында металл өндіру 1940 жылмен салыстырғанда қорғасын 21, концентратталған мырыш 8, кадмий 9, алтын 26, күміс 12%-ға өсті. Бөлімнен майданға 3652 жұмысшы аттанды. Оның ішінде 275 бұрғышы. Елдің батысынан эвакуацияланған зауыттарды орнату үшін Оралға, Сібірге, Қарағандыға 1,5 мың адам жіберілді. Жұмыс митингілерден басталды. Олар барлық дүкендерге орын алды. Қабылданған шешімдерде қарақшылық шабуылға жауап ретінде біз Лениногор қаласының кеншілері мен металлургтері барынша еңбек өнімділігімен жұмыс істейміз. Отанды қорғауға бар күш-жігерімізді саламыз деп көрсетілген. Партияның халық комитеті ол кезде бірінші хатшы Кудрявцев болды. Кәсіпорындардың жұмысын соғыс жағдайында қайта құру жөніндегі ұйымдастыру жұмыстарына жетекшілік етті. Көптеген инженерлік техникалық жұмысшылар басшылар майданға жіберуді сұрады. Немесе сұрады, немесе талап етті. Бірақ олар сен мұнда көбірек керексің деген жауап алды. Бұл арада кәсіпорындар жұмысшыға өте мұқтаж болды. Бұл жағдайдан шығудың жолын әр кеншінің 2-3-інің жұмысынан көрдік. Осылайша 200-дің жаңа патриоттық қозғалысы дүниеге келді. Көптеген кеншілер 200-300 болды және бұл халықтық қозғалыс соғыстың алғашқы күндерінен бастап күнделікті тапсырмаларды айтарлықтай асыра орындауға мүмкіндік берді. Қонаевтың естеліктерін оқи отырып, ол үшін осынау қиын қыстау сәттерде кеңес халқының отан игілігі үшін аянбай еңбек еткен жанқиярлығына сусындайсың. Әйелдер көмекке келмегенде біз қалай өмір сүрер едік білмеймін. Соғыс кезінде олар соққыға икемделді, болат пісірді, ал мұнда Лениногорда кен өндірді. Тозақ жұмысы оны кез келген еркек көтере бермейді. Бірақ әйелдер бала тәрбиелеуге күш-қуат тауып, еңбек ерлігінің ғажайыптарын көрсетті. Соғыс жылдары шахталарда 3700 әйел жұмыс істеді. 1941 жылдың аяғында бұрғышылар арасында 110 әйел жұмыс істеді. Олар майданға аттанған терімшілердің, электровоз машинистердің орнын толығымен ауыстырды. Әйелдер байыту фабрикаларында негізгі күшке айналды. Олар токарь, слесарь мамандықтарын игерді. Әскери күнделікті өмірдегі драматургия мен қаһармандық осылай тоғысты. Ал майданнан хабар ушығып бара жатты. Бірақ бұл бізді тыныштандырмады, керісінше күш берді. Алдыңғы қатарда табысқа жетуге көмектескен тылдағы жұмысшы немесе инженер екеніне бәрі сенімді болды. Бұл бұдан да көп жұмыс істеу керек дегенді білдіреді. 1942 жылға қарай Лениногор тау-кен басқармасы жоғары көрсеткіштерге қол жеткізіп, жоспарды орындап қана қоймай, одан әрі жұмыс істеуге негіз болды. Дінмұхамедтің еңбекқорлығы жоғары жақтан байқалды. 1942 жылы сәуірде Қазақ КСР халық комиссарлар кеңесі төрағасының орынбасары қызметіне тағайындалды. Керемет Маңсап, Қонаев сол жылдардағы республиканың ең жас басшысы. Ол кезде ол небары 30-да болды. Жаңа қызметінде ол Қазақ КСР-ның бүкіл өнеркәсіп саласына жетекшілік ете бастады. Жұмыс көп болды. Жұмыс шокпен жүргізілді. Және оның нәтижелері шынымен орасан зор болды. Қонаев бұл туралы былай деп жазады. 1941-45 жылдардағы ұлы отан соғысының тарихында соғыс жылдарында елімізде өндірілген әрбір 100 тонна молибденнің 60 тоннасын Балқаш даласының батырлары Шығыс Қоңырат кенішінің кеншілері берді. Еңбек ерлігінің нышаны ретінде комбайн алаңының тұғырына Т-34 танкі орнатылды. Бұл танктердің сауыттары екінші дүниежүзілік соғыстағы ең үздік Балқаш пен Ақшетауда алынған вольфрам мен молибденмен бекітілді. Ұлы отан соғысы жылдарында Қазақ КСР кеңес одағында мыс пен қорғасынның негізгі қажеттілігін қамтамасыз етті. Барланған кен орындарының негізінде металдарды өндіру, байыту және балқыту бойынша жаңа кәсіпорындар салынды. Осылайша Қазақ КСР-де молибден өндірісінің 60%, металл висмуттың 65%, КСРО полиметр кендерінің 80% дерлік өндіріле бастады. Бұл Дінмұхамед Қонаевтың сіңірген еңбегі болды. Соғыстан кейін 1948 жылы тау-кен өнеркәсібіндегі өзінің барлық тәжірибесін жинақтай отырып, Қонаев Қазақстан шахталарындағы бұрғылау жару жұмыстарын жетілдіру тақырыбына
кандидаттық диссертация жазып қорғады. Ал 1951 жылы желтоқсанда осы қызметтегі Қаныш Сәтпаевтың орны Қазақ КСР Ғылым Академиясының президенті болды. Дінмұхамед Ахмедұлының Қазақ КСР Ғылым Академиясын басқаруға көп мүмкіндігі болмады. 1955 жылы наурызда КСРО жоғары кеңесінің сессиясына Қазақ КСР ғылымының жай-күйі туралы баяндама жасауға шақыру алды. Бірақ содан кейін күтпеген жағдай болды. Сөзімді дайындау үшін мен Арбат ауданындағы Трубниковский көшесі 10-шы мекенжайында орналасқан тамаша сарайда орналасқан Қазақстан өкілдігіне алдын ала келдім. Мен қажетті мәліметтерді жинадым, баяндама жаза бастадым. Содан кейін Пономаренкоға қоңырау шалдым. Пономаренко мен Брежнев тұрақты өкілдікте болды. Сәлеметсіз бе? Пономаренко мен не істеп жатырмын деп сұрады. Жауап берді. Мен баяндама дайындап жатырмын деді. Олар күлді де: Пономаренко, уайымдама, сөйлемейсің. Дайындалған материалдар келесі сессияда саған пайдалы болады деді. Біз сізге ұсыныс жасағымыз келеді. Орталық комитеттің бюросында біз сізді Ғылым Академиясының президенттік міндеттерінен босатып, Республика министрлік кеңесінің төрағасы етіп бекіттік деді. Республика жоғарғы кеңесінің сессиясында сізді жаңа қызметке тағайындау туралы ұсыныс енгіземіз деді. Бұған не айтасыз? Ол орталық комитеттің нұсқауын орындаймын деді. Біз сол ойладық, деп атап өтті Брежнев. Енді орталық комитетке барайық, деді Пономаренко. Сізді Хрущевпен таныстырамыз. Дайын болыңыз, 20 минуттан кейін кетіңіз. Хрущев Қонаевтың кандидатурасын мақұлдап, нәтижесінде Қазақ КСР министрлік кеңесінің төрағасы болды. Бұл қызметте Дінмұхамедке кеңестік ең танымал жобалардың бірі тың жерлерді игеруге жетекшілік етеді. Бұл процесс өзімнің ауқымы бойынша орасан зор болды. Елді мекендер мен жұмыстарды қамтамасыз ететін инфрақұрылымдар жаңалаңаш жерге салынды. Оның бәрі жай ғана әсерлі нәтижелер берді. 1956 жылы орақ науқанының барысы радио мен баспасөз арқылы кеңінен жарияланды. Әрбір 5 күндік мерзімге сатылғаннан көлемін правда жазды. Совхоздар мен колхоздар жоғары міндеттемелерін абыроймен орындады. Жоспардағы 600 миллион пұт астықтың орнына 1 миллиард пұт сатылды. Республика Ленин орденімен марапатталды. Ірі аудан басшыларын қосқанда 130 адам социалистік еңбек ері атағын алды. 40-тан астам партия, кеңес, комсомол қызметкерлері ордендерімен және медальдармен марапатталды. Тың игерумен қатар Қазақ КСР өнеркәсібі де дамыды. Мысалы, 1956-57 жылдары Қарағанды, Шымкент, Өскемен, Павлодар, Теміртау және тағы басқалары өнеркәсіп орталықтарына көңіл бөлінді. Сонымен қатар ірі өнеркәсіптік елді мекендер дамыды. Олардан кейін қалалар бой көтерді. Сөйтіп 1957 жылы Екібастұз-Угіл ауылына облыстық бағыныстағы қала мәртебесі беріліп, Екібастұз деп аталды. 1960 жылы Қонаев КСР ЦК Компартиясының төрағасы болды. Рас, ол бұл жоғары қызметте небәрі 2 жыл жұмыс істеді. 1962 жылы Мәскеудің бұйрығымен КСР министрлік кеңесінің төрағасы қызметіне қайта оралды. Дінмұхамедтің естелігіндегі Тау-Кен институтына жұмысқа тұруды өтінгенімен, мемлекеттік ақпараттан шығуға рұқсат бермеген. 1964 жылы оның тағдыры басқаша бетбұрыс жасайды. Содан кейін Қонаевтың ескі досы Леонид Ильич Брежнев ЦК КПСС орталық комитетінің бірінші хатшысы болды. Ал 1964 жылы 7 желтоқсанда Қазақ КСР Компартиясы орталық комитетінің пленумында Дінмұхамед бір ауыздан оның бірінші хатшысы болып сайланды. Бұл Қазақ КСР тарихында 22 жылға созылған Қонаев дәуірінің басы болды. 22 жыл тыныштық пен бейбітшілік. Кеңестік Қазақстан дамуын жалғастырды. Жаңа өндірістер салынуда, қалалар өсіп жатыр. 1971 жылы Қонаев ЦК КПСС орталық комитетінің саяси бюросының мүшелігіне сайланды. Бұл оның айтарлықтай бүкіл одақтық беделін көрсетеді. Бұған қоса Дінмұхамед Ахмедұлы сыртқы саясатпен де айналысады. Делегациялармен Алжирге, Иранға, Мысырға барады. Дінмұхамед Ахмедұлы 1986 жылдың желтоқсан айында зейнеткерлікке шығып, туған қаласында тұрады. 1993 жылы 22 тамызда оның ұзақ өмір жолы аяқталады. Одан алдындағы қызметі үшін Дінмұхамед Ахмедұлы Қонаев бірнеше рет КСРО-ның жоғары наградаларымен марапатталған. Ол 3 мәрте социалистік еңбек ері, 8 Ленин орденінің және басқа да көптеген марапаттардың иегері. Тараз қаласында қаланың орталық көшелерінің біріне оның есімі берілген. Оның атындағы кітапхана бар. Оның алдында Қонаевтың бюсті қойылған. Тас Дінмұхамед Ахмедұлы өмірдегідей айналада болып жатқан оқиғаларға қатал қарайды. Елдегі, әлемдегі қазіргі жағдайды көріп не айтар еді? Сұрақ.